Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен сендерге 3-ші сыныпта дүниетану сабағынан сабақ беретін боламын. Менің есімім Мұхадиева Самал Құсайынқызы. Жаңа оқу жылында үлкен табыс тілеймін. Шырылдады қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Партамызға отырып, табыс тілеп көзбенен жаңа білім алуға алға қадам бастаймыз. Балалар, біз 3-ші сыныпта дүниетану пәнінен жанды табиғат бөлімі бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Жанды табиғаттың, яғни ауа райында адамдарға қалай әсер ететін, климат және табиғи ортадағы қауіпсіздік туралы білетін боласыңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жер бетіндегі климат неге тәуелді, яғни біздегі бірінші сабақ осы жер бетіндегі климаттың неге тәуелді екенін білетін боламыз. Балалар, тақтаға назар аударайықшы, не көріп тұрмыз? Жарайсыңдар, біз жылдың 4 мезгілін көріп тұрмыз, яғни жылдың 4 мезгілінің жыл бойына жүйелі түрде қайталанып ауысуын біз климат деп атайды екенбіз. Яғни климат бізде мына тақтада көрініп тұр. Балалар, оқулықтарыңдағы жер шарының картасын ашып қарай қойыңдар. Бұл жерде біз климаттың неше белдеуі бар екенін білетін боламыз. Бұл белдеулердің, яғни 3-ке бөлінетінін біз көріп отырмыз. Бұл жерде, яғни сары түс, жасыл түс және көк түске бөлінген. Не себепті олай деп ойлайсыңдар? Өйткені бұл белдеулердің өзіне тән жануарлары, өзіне тән өсімдіктері, өзіне тән ауа райы бар. Яғни бұл сары түспен белгіленген біздің белдеуіміз экваторлық тропиктік белдеу деп аталады екен. Одан кейінгіміз, яғни жасыл түспен белгіленген бөлігіміз қоңыржай белдеу деп аталады екен. Соңғы белдеуіміз, яғни полярлық белдеу, бұл көк түспен белгіленеді екен. Яғни бұл белдеулерге байланысты әртүрлі өсімдіктер, жануарлар тіршілік жасайды екен. Тақтаға назар аударайық. Біз бұл жерде полярлық белдеуде өмір сүретін жануарлар туралы көріп отырмыз. Бұл жануарлар полярлық белдеуге өте бейімді, яғни полярлық белдеуде қысымыз қатаң болады. Сол қатаң белдеуде бұл жануарлар өте төзімді болып келеді. Жаңа көргеніміздей, яғни жылдың 4 мезгілінің жүйелі түрде қайталануы, яғни бұл бізде қоңыржай белдеуде анық көрінеді екен. Қоңыржай белдеуде, яғни осы өсімдіктері де, жануарлары да сан алуан болады екен. Балалар, біз қай белдеуде өмір сүреміз? Біз осы қоңыржай белдеуде өмір сүреміз. Біздің қысымыз, жазымыз, күзіміз, көктеміміз анық білініп отырады. Соңғы белдеуіміз, яғни тропиктік белдеу. Бұл тропиктік белдеуде біз күннің ыстық екенін көріп отырмыз, және жануарлар мен өсімдіктердің аз екенін көріп отырмыз. Бұл белдеулерде өмір сүретін өсімдіктер мен жануарларды біз білеміз. Балалар, біз қазір сіздермен не артық ойынын ойнаймыз, не артық? Кәне сендер таба қойыңдаршы. Бұл жерде не артық? Жарайсыңдар. Бұл жерде бізде аю артық. Аюымыз ол тек полярлық белдеуде өмір сүреді екен. Ал қалған жануарлар қоңыржай белдеуде өмір сүреді екен. Не артық? Жарайсыңдар. Сәбіз артық. Соңғы суретте не артық? Әрине, маймыл артық. Маймылымыз ол тропиктік белдеуде өмір сүреді, қалған жануарларымыз полярлық жануарларға жатқызады екен біз. Бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнаған болса, жарайсыңдар балалар. Ал егер де бүгінгі сабақ түсініксіз болса, осы
сабақты көруге мүмкіндігің бар. Және осы сабақтың соңындағы сұраққа жауап беріп, маған жіберуді ұмытпа. Қош сау болыңдар.